Байынан таяқ жеп көмек сұрап отырған қатын ба деп қалдым деген комментарийді оқыдым. Одан бөлек сойған түлкідей болып қалыпсың, танауың таңқиып кетіпті, Алланың берген түрін өзгертіп деген сияқты түрлі пікірлерді жазып жатырсыздар. Менде ешқандай өкініш жоқ. Бұл менің қазіргі ісіп кеуіп отырған әлпетім. Бірақ бұның артында өте керемет нәтиже бар екеніне мен сенімдімін. Бұдан кейін бір нәрсені айтайын. Біздің қоғамда байынан таяқ жеп, бет аузы көкала торғайдай болып отырған әйелді өте жақсы қабылдайды. Ал өзін өзгерткісі келген, өзінің әдемілігіне ұмтылған әйелді даттайды. Неге әйелдің азап шегуі, байдан таяқ жеуі нормада, ал өзін таңдауы не норма? Көп әйел өмір бойы бір нәрсеге шыдап жүрсе мақталады, ал өзін таңдағанда айыпталады. Сондықтан да көп әйел өзіне қарауға да, өзін таңдауға да, өзін өзгертуге де, өзін бірінші орынға қоюға да қорқады. Өйткені біздің қоғам әйелдің шаршағанына әбден үйренген. Бірақ меніңше, әйелдің қайта өзін таңдауы ешқандай да ұят емес. Ол айыптайтын, қаралайтын жағдай емес. Бұл тірі әйелдің белгісі. Бүгін менде операцияның екінші күні. Мен үшін бәрі норма.